Адалдық деген адамдық. Ал енді мынау менің туған жерім, өскен жерім Аққұм ауылы. Сол ауылыма кіріп келе жатырмыз. Бұл Аққұм ауылы өте бір керемет ауыл. Ауыл енді бізде мал шаруашылығы, әкеміздің туып өскен жері, еңбек еткен еңбек жолының бәрі осы Аққұм ауылында. Бостандық ауылынан басталды, кейін осы Аққұм совхоз болып Бостандықтан бөлініп шықты 83 жылы. 1983 жылы Аққұм совхозы болып ашылды осы Аққұм ауылы. Содан осы Аққұм ауылында еңбек етті әкем. Қазақтың кең даласы, жырымның сен анасы, төсіңді түлеп өскен халқымның мың данасы. Ұланың арман құшқан, қырандай самғап ұшқан, өрелі өрендерің көрініп тұр ғарыштан. Ағегіз алқаптарың, көк майса тау шатқалың, жемісі мәуелеген аз емес бау-бақтарың. Бұл Пәрімбек Әлшерұлы Бейсен Ақсақалдың туған өлкем деп аталатын өлеңнен үзіп алынған 3 шумақ қана. Туған жерін сүйген, өлкесін қадір тұтқан, топырағын қастерлеген ізгі жанның кеудесінен ғана осындай махаббат тұнған жыр төгіліп, өлең өрілсек керекті. Жақсы адамдар дүниеден өткенде, артында тек естелік қана емес, бүтін бір ауылдың тарихы мен руханияты қалады. Ол кісінің қолында домбырасы, жүрегінде маржан жыр, көкейінде Алланың кәләмі, ал санасында туған жеріне деген шексіз махаббат болды. Кеңестің қылышынан қан тамып тұрған заманда арабша хаттанып, дін шырағын сөндірмеген, өлкесін өлеңімен, әнімен тербетіп, жұртына ақылымен арын арнаған, жігерін жеккен аяулы қарт ел құнары. Біз бір ауылдың ғана емес, бір аймақтың ақылшысы болған тұлғаның ғибратты ғұмырына саяхат жасап бағайық бүгін. Кәкең екеуміз осы ауылдың тумасымыз. Өзіміздің туып өскен жеріміз. Біз осы жерде 8-ші классқа дейін осы жерде оқыдық мектепте. Ол кісі менің жоғары оқыған кісі ғой енді. Соның кейін біздің орталығымыз Бостандық совхозы. 9-10-ды сол Бостандық совхозды бітірдік. Осы ауыл болғаннан кейін бір-бірімізді жақсы танимыз ғой енді. 68 жылы үйлендік. Ол кісі сол мен үйленгеннен кейін 68 жылы Қаратау қаласына политехнический институтқа оқуға түсті. Мен 1 жыл болдым Қаратауда өзімен бірге. 69 жылы, 70 жылы келіп, өзіміздің осы Аққұм ауылы 10 жылғы мектеп ашылды. Содан мен қатшы болып жұмыс істедім. Мұғалімдер коллективіменен, секретарша дейміз ғой, бұлайша қатшы деймі қазақша, иә. Сол жерде жұмыс істедім. Ата-енемнің қолында тұрдым мен. Атамыз бен енеміз, атам өте жақсы кісі болды. Мұғалім етін, биология сабағынан беретін. Атам екеуміз мектепке бірге барамыз. Әкесі мұғалім болды. Мұғалім болғысын көп мұғалімға қатты жолай бермейміз ғой біз. Ағай ұрсады деп. Ағайдан қашын қарап жүреміз. Ол бізден 1 класс жоғары оқыды. Әкесімен бірге мектепке барып жүріп, мектепке оқып кетті. Біз 1 класс төмен өтіп, бірақ бірге жүрдік. Асықты бірге ойнаймыз. Асықты ойнағанда мұғалім көріп қоймасын деп, қашып тағыл беріп ойнаймыз ғой. Ләңгі ойнаймыз енді. Ол ләңгіні қаттайын өшеді. Ләңгіні бұлай да ойнап, біз бұлай да ұтып қоятын едік. Ас ойнанда да ұтып қоятын. Өзі қолай ұзын, көкте тұрады да, үйіп созылғанда, күрсінің ортасы жей барады.
қоймайтын жеріміз. Пәрімбек Бейсеновті мен туғаннан білем десем артық айтқандық болады. Өйткені ол менің әрі туысқаным, әрі көршім, әрі кластасым. Bir оқыған, бір өскен, үйімізде жақын тұрды. Бірге тұрдық, бала кезден білем яғни. Бірақ та оқуымыз әртүрлі болып, біресе ауылда, біресе Таразда оқып, Жамбыл мектебінде оқыды. Сөйтіп біраз алшақтап кеткен жағдайымыз бар. Қайтадан қайтып келіп интернатта, бостандықта, интернатта бірге жаттық. Жамбылда оқығаны, Таразда оқығаны көп әсер етті. Өйткені оның жан-жақты ашылуына, ортаны таңдай білуіне, сөйлей білуіне, әрекет жасап, қарым-қатынас жасауға үйретті. Өйткені ауылдың баласы мен қаланың баласы салыстыруға келмейді. Дәл ол кезде тіпті мен 10 классқа шейін қаланы көрген жоқпын Таразда. Ал ол 5 класста, 4 класста қаланы көріп көрді. Жақсы үйреніп келді әбішіп тұру. Сөйлеуді басқаны. Оның әкесі мұғалім, шешесі мектепте істеді, техничка болып. Сондықтан олар өнегөлі, үлгілі семьядан отбасынан шыққан деп есептеуге болады. Көп балла өздер үйші. Нағашы апасы бірге тұрды қолында. Сонымен нағашының апасының да тәрбиесін алды. Бейсенов болып кеткен себебі сол нағашының атына жазылып кетті. Сол күйші. Өзінің әкесінің аты Әлшер еді. Әлшер биолог мұғалім болатын. Жігітке 8 қырлы өнерде аз қой, сол сияқты. Ол 8 қырлы бір сырлайды. Спортшы, әнші, ақын, ауылға жанашыр, депутат та болды, қызметте істеді. Пәрімбек Ақсақалдың еліне адал қызмет етуінің бастау бұлағы өскен шаңырағынан тін тартады. Ауыл мұғалімінің үйі бұл тек баспана емес, білім мен өнердің киелі босағасы еді. Кішкентайынан әкесінің тәлімін көріп, қағаз бен қаламның қадірін біліп өскен бала, ертеңіне сол ауылдың арқа сүйер азаматына айналарын ол кезде білгенде жоқ болар. Оның бойындағы шешендік те, дініне, діліне деген адалдықта әуезді ән, жауһар жырдың алғашқы дәнегі де осы алтын ұяда өнген қасиеттер еді. Бүгін біз оның перзенттерінің бойынан әке бейнесін көреміз. Ол кісі өзінен кейінгілерге, мал мүліктен бұрын рухани байлықты, адалдық пен адамдықты аманат етіп кетті. Әке еккен ізгілік дәні бүгін үлкен бәйтерекке айналған, бұтақтары тарала өсіп, мыңға пана болардай кең, жапырағы саялы. 8 бала берді. Оның 6 ұл бала, 2 қыз бала. Бірақ бір ұл баламыз 14 жасқа келгенде өмірден өтті. Қалғаны Құдаға шүкір 5 ұл, 2 қыз. Осы балалардан үлкен бала 71 жылға. Одан кейінгі жігіт 72 жылға. Ол 2 жігіт ата-енеміздің қолында өсті, бірақ үйіміздің арасында үй жоқ. Күні бүгінгі дейін атасының балалары болып кетті. Інісіндей болды. Бұл кісіні тәте дейді, мені жеше дейді. Ол 2 жігіт үйімізге келеді. Енді бұл жігіттер солай ата-ененің қолында өсті. Бала күнгі менің ойымда естеліктер енді көбінесе ол кісімен мен охотаға көп шықтым. Охотада бірінші мылтық атуды үйретті. Ол кезде мен енді ол кісінің ішіне керек үлкен ағам ретінде сезініп жүргем. Солай ойымызда да, жүрегімізде де солай қабылданып кеткен ғой енді. Сол алғашқы мылтық үйреткен кезі 4-5 класс оқимын, где-то сондай. Бірінші рет сол мылтық атып, дем алмай, иығына қойып жаңағы. Бұрын Союздың кезінде бір қашарлар болатын, ауылдың шетінде. Сол жаққа қой кезек бағып шығып, сол ертіп барып та мылтық атуды үйретті. Содан кейін сол көбінесе сол охотада ілесетім енді. Жігіт болдық, армияға кетіп қалдық. Армиядан келгеннен кейін ол Екордада атамыз қайтыс болып кетті 86 жылдары. Сол мен келгеннен кейін апам қайтыс болды, бірақ апам келгеннен кейін айтты енді бұл мен енді кемпірмін ғой.
мен сол кез мен енді қатты не алған сол болды, толғандырғаны, ойландырғаны да. Сен осы үйге түсірсеш балам, келінді. Мен енді анау өзім үйімді түсірем деп жүрдім ғой. Содан кейін сәл мен не қылып қалдым. Неге олай деп. Солай дұрыс болады балам деді. Содан сол жерге түсірдім. Түсіргенде жоқ, сол жылы күзде қайтыс болып кетті апам да. Содан лә жоқ, сол жаққа түсіруге керек болды. Сөйтіп сол жерге осы жан-жарымды сол үйге апарып түсіріп, сол жерден 1-2 күн болдым да мен қалаға сразу. Екеуміз ол перизат оқитын келіншегім. 2-ші курста сол қалаға кетіп қалдық. Армияда жүргенімде апам қайтыс болды. 6-шы класс, 5-6 класс оқып жүргенде атам қайтыс болып кеткен. Содан армияға барып келгеннен кейін барып, осы кісілердің қолына келдім. Оған дейін енді әкем деп мойындамайтынмын, шыны керек. Әлжерінің баласымын деп, кім баласысың десе, Әлжерінің баласымын деп сөйтіп кеткенбіз ғой. Енді кейін біле келіп, әкеміз екенін адамды алдағанмен Құдайды алдай алмаймыз. Маған баласындай емес, інісіндей солай, інім дегендей көзқарас болды. Балам деп, балам деп айтқан емес енді, кейін болмаса. Көзқарасы өте жақсы болды. Баласында енді оның ішкі сырын біз енді білмейміз ғой, енді сезбейміз, енді баламыз ғой. Бірақ енді көп ақыл айтты, көп тәрбие берді. Өте бәрі есімізде, ойымызда. Қазақтың ежелгі дәстүрін бұлжытпай ұстаған Пәрімбек ақсақалдың алғашқы 2 перзенті ата мен әженің бауырында үлкен шаңырақтың кенжелері болып өсті. Олар үшін туған әкесі Асқар таудай айбынды аға, ал анасы асыл жеңгедей болып көрінетін. Бұл әулеттің алтын діңгегін бекемдеу, үлкенге құрметті жастайынан сіңіру еді. Пәрімбек ақсақал өз бауырында өскен ұл қыздарына да сөздің қадірін, өнердің киесін, еңбектің нанын үйретті. Әке көрген оқ-жонар дегендей, кейіпкеріміздің бойындағы бар қасиет ұлдарының да мінезі мен ұстанымдарына теріс келмеді. Ол өз балаларына жай ғана әке емес, ақылшы дос, өмірлік ұстаз бола білді. Пәрімбек ақсақалдың ұраны адалдық болса, тоғылып ұстағаны адал еңбек еді. Енді әкеміздің бізді еңбекке баулағаны, жақсы тәрбиесін беріп, өсіріп, жеткізді осы күнге. Енді сол әкеміздің сондай бір керемет қасиеттері бар. Жұмыстан қорықпау, еңбек ету, бірінші сол еңбекті сүйіп тұратын, қай кезде де сол қандай жұмыс болса да сол еңбек етіп жүретін. Сол кезде біз сол 20 гектар жоңашқа егіліп өсірдік. Сол 20 гектар жерді біз қолмен оратымыз. Шалғымен қолмен тартып оратымыз. Сонда біз енді жас жігіттеріміз ғой енді өзі. 20-дағы жігітпін мен енді сол кезде. Мен өзіміз 5 ағайындымыз ғой енді. Сол 5-еуміз, әкем бар, 6-ауымыз сол шөпті ордық. Сонда енді шалғымен шөп тартамыз, көк-көмек күйінде түседі. Сол күні орғанымызды күнделіктісін жинап, арбаға салып, үйге әкеп, маяғып жинайтымыз. Енді 20 гектарды бұлайша енді техника оратын жұмыстар ғой оны. Техникамен орылатын жұмыстар, соның бәрін біз қолмен атқардық. Сондай жұмыстан қорықпауды, бізге сондай қиыншылықтан қорықпай жұмысқа еңбекке баулағаны ғой енді. Сол бізге көп өмірде қазір пайдасын беріп жатыр. 4-5 бала майда бала болдық. Сондай әкеміз азында жұмысқа кетеді, кешке келеді ғой енді. Бала болған шулаймыз, ұлаймыз, әйтеуір тобырлап жүгіресің, не қыласың, сонда шешеміз бір ауыз сөзбен тоқтататын ғой бәрімізді. Әкелерің келе жатыр, қазір әкелерің келсін көресіңдер деп. Жым боламыз. Сонда әкеміздің ешқандай ұрысқан несі жоқ, бірақ әке дегеннің әкеге құрмет па, енді әкеден әйтеуір сескену ма, білмейміз, бірақ соған қарамай әкеміз бізді қалай сонша жақсы көретіндігін сезініп өстік қой енді. Аптасына 1 күн или 2 күн жиналыс жасайтын ер балдарға. Біз өзі 7 ұл бала, 2 қыз болдық, бірақ тек ұлдар жинап алады кешкі тамақтан кейін.
қаламыз барымыз отырамыз орнымызда. Сонда үйленген ағаларым, үлкен ағаларым үйленген, енді алғашқысы үлкен, одан кейінгісі үшіншісі. Сонда семья туралы, мынау келіншектеріне, жұбайларымен қарым қатынас қалай болу керек, қалай сөйлеу керек, семьяда қандай болу керек. Былай айтатын еді ғой. Әйелді ең әлсіз еркек ұрады дейтін. Ең өмірдегі ең мынау, былай айтқанда соңғы адам деп айтатын, әйеліне қол көтеретін. Енді мен осы қара шаңырақта болғаннан кейін қасында көп болдым. Сондықтан ештеңкемді жасырмайтынмын. Балалықпен жасаған бұзықтылығымыз да болатын көшеде. Оны да кеп айтып келетінмін. Сол кісі жандалып қалатын сияқты болып тұрады ғой көзде енді. Өзі де айтатын. Ештеңке жасырма балам. Тек қана шындықты айт сен. Даусыңның бәсеңдеу болғанын да ұнатпайтын. Мына немерелердің өзінің даусын бәсең болғанын ұнатпайтын. Даусың анық-анық, сөзің нық, адамның көзіне тік қарап сөйлеп үйрен дейтін. Иә, Пәрімбек ақсақалдың ұрпағына аманаттаған ең бағалы дүниесі де осы шындық негізінде жатса керек. Бүкіл саналы ғұмырында әділдікті ақиқатқа апарар жол ретінде таңдағаны айқын көрінеді. Бұл қасиет тұлғаның ішкі болмысымен адамдық ұстанымын аңғартады. Ақсақалдың көзін көрген, дәмдес тұздас болған замандас інілері де бұл пікірді қуаттайды. Олардың лебізінде ұстаздарына Пәрімбек ақсақалға деген сағыныш пен құрмет тел ағып жатыр. Адамның жан дүниесі қанша ізгілік атаулыға ұмтылғанымен, мінез һәм табандылықпен қажыр болмаса, діттеген мақсатына жете қоюда не ғайбыл. Үйге бала шағаға өте жайлы, бәрін тәрбиеледі, жақсы сөздерін аяған жоқ балалардан. Жақсы бақытты ғұмыр кештік. Өзісінен кейін қалжақбастау кісі болды, қалжыңды жақсы айтады, өте сөзге шешен кісі болды. Отырған жерін гүл-гүл жайнатып отыратын. Кәдімгі керемет ортада жақсы, белсенді, сондай ер азамат болды. Мінезі өте қызуқанды, бірақ жұмсақтығы да басының өзімен бірдей жүреді, жұмсақтығы да. Халыққа өте қамқорлықпен қарады. Ешқандай жұмыстан қашқан жоқ, жұмысқа деген еңбегі өте зор. Бар шын ықылас ниетпенен ол кезде жұмыс дегенде барлығын ұмытады ол кісі. Соған өте бейімді, жақсы. Ол кісі қандай қызметте болсын, ол өзін ерекше сол жаңағыдай тік мінезімен, жұмысқа деген көріпкелдігімен өте бір сезімтал жұмыс жасайды. Адаммен жұмыс жасау да ерекше, ол кісінің бойындағы қасиеті де ерекше. Ол кісі мына кармасехта жұмыс жасады, меңгеруші болып. Сол жылдар өзі қалың қыс болды да, малды алып шығу өте қиын болды, ауыл жерде мал шаруашылығы бізге. Сол кезде жем шөптің басын ұстап тұрып, соны үнемдеп, соны малды қыстан алып шығуға көп еңбек сіңген кісі болды. Сол дер кезінде ол кезде біліктілік керек, дер кезінде жіберіп, малды жеткізуде шөпті қиын болып қалды, қыс болса қақап тұрды, техника жағы да аздау болды. Сол қарсаңда да басқа совхоздармен салыстырғанда, осы кісі басқарып отқан совхоздың жаңағы ұжымы жем шөптен мол болып, көп малдың басын алып қалуға көп еңбек сіңді. Ол кісі алғашқыда жем шөп цехында меңгеруші болып істеген кезде, мен сол жерде жаңа маман, жем складында істедім. Сол кезде де жақсы ол кісімен қызықты сәттерін айтуға болады. Осы жерден 1,5 шақырым жерде орналасқан жаңағы жем шөп цехы. Соған екеуміз жаяу барамыз. Ол кісі аяқ ұзындау кісі болған. Әй бала, ілесе алмай қалдың ғой. Мен ілессең жаман болмайсың деп, сонымен ілестіріп алып, сол жүгіріп қоямын арасында. Сонымен кармасехқа барып жұмыс істейміз ғой. Қайтарда да сондай. Бері қайтқан кезде де артында жүгіріп ілесіп отыратынбыз. Сол сияқты ол кісінің қызықты сәттері көп. Кейінде ол кісі совхозда жаңағы диспетчерлік басқару орталығы болатын, жаңағы директордың орынбасары ретінде істеді ол кісі, жаңағы барлық жағдайды, мән-жайды біліп отыратын. Кейін ол кісі басқа жұмысқа ауысқанда да дөп сол жұмысты тағы да мен атқардым ол кісінің жұмысын. Содан тәрбие ала бастадық. Содан кейін де ол кісі жаңағы техника қауіпсіздік, жаңа қорғаныс инженер болып жұмыс істеді. Кейін басқа жұмысқа ауысқанда да тағы да сол кісінің жұмысын істеп отырдым артында. Ал мына жерден бұрыламыз енді мынау
біздің аққұм совхозының қырманы карма цех дейді. Союздың кезінде бұл үлкен цех болған. Үлкен цех болған. Осы мына талдардың бәрінде осы Қырғызстаннан алып келіп, өз қолымен еккізген осы жұмысшыларға мына терек талдардың бәрін. Ал біз мына Аққұм совхозының, ол кезде совхоз, Аққұм совхозының мына қырманның орнына келдік. Осы жерде осы қырман болатұғын. Міне жерде мынау шөп турайтын, жем турайтын дровелькілер болатын. Біз сол жерде жұмыс істедік. Осы жерлерде жұмыс істеп, совхоздың малының бәрін шөппен, жеммен қамтамасыз еттік. Ал енді міне жерде бидай тазалайтын цех болатын. Бидай, арпа, солардың бәрін тазалап, сөйтіп суырып, ана жерде үлкен склад болатын. Сол складтың ішіне кіргізетіміз. Соның ішіне жинап, мына жердің бәрі үлкен тау, жүгері, бидай, арпа, өсерлердің бәрі үйіліп жататын. Сол 89, 90, 91 жылдары мен 7-8 оқимын. Сол кезде біз Аққұм ауылының балалары, өзім қатар мектеп қабырғасындағы балаларды, әкеміз осы жерге бізде өзді қырманда жұмыс істейтін балалар, Союздың кезінде. Сол жерде осы қырманда біз жұмыс істегенбіз, жазғы каникулда. Әрімбек ақсақалдың болмысы тек қариялық парасатпен ғана шектелмейтін. Оның бойында табиғат берген, түсіндіруге келмейтін бір тылсым күш бар еді. Жұрт оның жан мен тәнге шифа берер емшілігін ғана емес, алдағыны болжай алатын қасиетінде бағалайтын. Ауыл адамдары үлкен кішісі бар. Сырқаты жанына батқанда алдымен осы кісіге жүгінетін. Ақсақалдың шипалы алақаны тигенде бойдағы дерт бұлты тарқап, көңілге сенім ұялайтын. Бірақ оның ең таңғалдыратын қасиеті сәуегейлігі еді. Кейде ойланып отырып айтқан бір ауыз сөзі немесе болашақ туралы ескертпесі уақыт өте келе айнымай келетін. Ол заманның ағысын жүрекпен сезіп, көз алдындағы емес, көкжиектің арғы жағындағы құбылыстарды көре білетін соңғылалық жататын еді. Пакеңнің өзінің ата-бабалары бұрынғы сондай әулие кісілер болған екен. Сол енді тұқым қуалайды ғой енді. 90 жылы ол кісі қатты ауырды. Қатты ауырып, кәдімгі төсек тартып жатып қалды. Сонда оны апармаған жеріміз жоқ. Бар доғдырға бардық, бәріне бардық. Бірақ ешқандай ауру таппайды. Барлық жері сау. 100% сау дейді. Бірақ ауырады. Сол енді ол кісіні қысқан екен жаңа аруақ. Ата-бабаларының аруағы қысқан ғой енді. Содан бір ауылымызда мына Талаптыда тұрады, әулие атамыз болған 9 жасынан бастап әулиелік қонған екен ол кісіге. Соған бардық, сонда ол кісі айтты, ешқандай ауруың жоқ, сенің ауруың жоқ, тек қана ата-бабаңның жолын ұста деді. Содан бұл кісіні намазға жықты ол кісі, намаз оқыды. Содан түс көре бастады, бір аян беріп, содан бір күндер айтты, жаңа атамыз айтты, сен түбінде Түркістанға барасын деді. Сені қалай Алла өзі апарады деді. Сонда күндердің күнде ол аурудан жазылды, қызметке тұрды, сөйтіп жүргенде кейінірек тағы да бір ауырды. Сол кезде түсіне аян берді, жаңа Түркістанды көрсеткен ғой. Сонымен атамыз ол кезде аман тіретін, сол атамыз үшеуміз бардық Түркістанға. Сөйтіп Түркістанды аралады, қазіргідей кереметтей емес ол кезде, бірақ әдемі екен, бірінші рет көруіміз ғой. Сонда түсімде жаңағы папасын айтты, мен түсімде көргендерім мойындағысы келмейді ғой енді. Мен түсімде көргендерім көрінсе, егер мен мойындаймын деді.
сонда өзінің түсіне кіргенін бәрін сол жерден көрдім, мен мойындадым деп, содан бастап ол кісі намазын оқыды, еш уақытта намазын үзген жоқ. Бірақ мен адам оқимын, кел деп ешкімді шақырған жоқ, бірақ адамдар үзілмей келіп тұрды. Сол жұмыс істеп жүрсе де, сол адамдарды қарады, үлкен кісіні де қарады, жас балаларды да қарады, дем салады. Сонымен ол кісілер бір-екі күннен кейін жақсы болып кетеді. Соның қалықшы ғой енді бірінен бір деп, өмір бақи өзі кеткенге дейін келген адамдардың бетін қайтарған жоқ, бірақ өзі кел деп адам шақырған жоқ. Келген адамды оқып, үйімізге жатып та оқылған кісілер бар, келіп кетіп оқылған кісілер де бар. Солай-солай осы өмірін соңына дейін оқыды ол кісі, адам оқыды. Емшілік болғанда енді әкем бір анандай керемет бір емші болған жоқ негізі. Или жаңағыдай адам жинап емдеген жоқ. Енді ол кісі өзі Алла деп өмір сүрді ғой. Бір Құдайға сенді, бір Құдайға сол Аллаға сеніп 5 уақыт намазын өмірден өткенше. Сонда балалар болсын, не только бала, үлкен кісілерге дейін жаңағы жын тиген деген сияқты адамдар болады. Соларды оқып, жазып жүрген талай көзімізбен көрдік. Балаларды да кішкентай балалар назарланып қалады. Әкем қайтыс болған кезде тұрып қойында, сонда елдер келіп жатыр көрсіп. Сондағы мен өзім құлағыммен естігенім 2-3 ауылдық кісілер, таныс кісілер. Енді мынандай кісі жоқ енді дейді да, енді мынандай Бәкең сияқты кісіні қайдан табамыз біз, енді мынандай кісі жоқ. Сәл сырқаттансақ осы кісіге келуші едік, баламыз ауырса осы кісіге келуші едік. Енді кімге барамыз біз, енді кімге барамыз? Мынау бұрынғының енді адамның соңғысы шығар деген сияқты сол сөздер айтылды. Өзім солай естідім. Ол кісіні білемін, ауылда досымның шешесі болып келеді бір жағы. Сондай сөздер айтылды ол жерде де. Енді әкеміз бірақ енді тек жұмыс істеді ғой, кәдімгі өкіметтің союздың кезі ғой енді баяғы. Сол жұмыс істеп жүретін, бірақ келген адамдарды ешқайсысын қайтармайтын. Келген адам бала келе ма, баласын алып келе ма, жоқ. Жаңағыдай үлкен кісілер даже үйлеріне барып оқыған кісілер болды. Андай кішкене бүйтіп қатты ауырып, жаңағы есін жоғалтады адамдар болады ғой, қазір бар ғой, жын тиген деп қояды енді оны. Сондайларға ерінбейтін, соны барып, келе алмаса үйіне барып оқып, ары қарай жұмысына кетіп, солай жүрді ғой. Мен 77 жылғы ағам Сымбат деген. Ол кезде ол жас. Сонда осы үлкен ағам өзі үйленген, уже кішкентай бар шығар енді. Білмеймін, әйтеуір сол жылдары ол 98 ме екен, 97 ме екен, есімде. Бойдақ жаңағы ағам қалаға қыдырып кетеді, өзі қалаға қыдырып еді ғой. Жаңағы бір мейрам, жаңа жылдың алдында деген сияқты, наурыздың алдында деген сияқты. Сонда ол қалаға, ауылда жұмыс істейді, қалаға кетеді, содан келмейді біраз уақытқа дейін. Өзі анандай телефон деген жоқ қой. Сол кездегі әке-шешелер негізі мықты деймін, нервісі мықты екен, сонда күтіп отыра береді ғой. Қашан бала бір айдан кейін келе ма? Жоқ, қай уақытта келсе де 10 күннен кейін келе ма? Сонда жаңағы ағамыз қалада жүрген, оның қасында өзінің досы, бірге өскен, ағайынымыз бір жағы, құрдасы, ол жүрген, біздің тағы да туыс болып келеді, бір жағы, бөлеміз болып келеді десек те болады. 3 бала қалада қыдырып жүрген. Сонда ұйықтап жатыр, таңғы сағат 6-7-нің кезі шығар енді. Әкем дауыс шығып жатыр ғой, айқайлаған. Ұрсып жатыр да, қатты шығып жатыр. Оянып кетем. Оянып кеткенде естігенім осы үлкен ағама, қазір үлкен ағама сөйлеп жатыр екен. Нұргелді, сен бүгін барып, обедке дейін тауып алып келсең, үлгердің, әкелмесең ол кетеді ары қарай түрмеге дейді ғой. Сөйтеді таңда ағам кетеді, ұйқыдан тұрады еді, ауылда өзі такси деген таңда жүреді, кетеді. Сөйтеді дағы 30 декабрь. Сол жылдың 98 или 97.
сонда жаңағы 77 жылға қалғанда ол кезде телефон ештеңе жоқ, камина бар да, базарға барған, зеленый базар деген базар болатын ол кезде, сол жерден тауып алады ғой, іздеп жүріп. сөйтіп ол ағамды ауылға алып келеді. Соның ертесіне қасында жүрген жаңағы өзінің досы, бауыры екеуі жаңағыдай ұсталып қалады ғой. Бүлдіріп бір нәрсе бүлдіріп қойған, енді бұзықшылық қой, енді бүлдіріп қойған ештеңе жоқ, сәл кішкентай бұзықшылық. Сонымен ол жігіттер сотталып кетті 5 жылға екеуі де. Туысқанымыз өзіміз. Сол ағам сол ауылға келгеннен қалды ғой, ауылда қалды. Үйден шығып кетіп баратқанымда дәл айтқан күндері де болды ғой, қазір барсаң құрайсың деп. Қазір кететін болсаң, сен мына есіктен өзің кірмейсің. Мен алып келсем алып келермін, шамам келсе шамам келмесе сен содан ары құрайсың деп айтқан күндері болды. Ондай жағдай болды да, өтті да. Қандай нәрсемен құтылатыныма дейін айтып берген күні болған. Ана бір сиыр байлаған мен баяғыда, бордақы. Со сиыр семіріп тұрған кезінде осы ауылда той болды. Со той құрдасымның тойы ғой, сол өзімнің құрдасымның тойына бармай-ақ қой деп өтінді осы жерде. Тыңдасаң бармай-ақ қой деді. Барсаң қайтып келмейсің деді осы жерге. Сенің ана байлап отқан сиырыңның ақшасы жетсе, сонымен шығарып алам, жетпесе кетесің ары қарай деді. Сол сөзін тыңдап қалдым, сол той төбелес болды, сол тойдың төбелесінен өзімнің 4 құрдасым қамалды ғой сол кезде. Ол жаңа өзімнің жан достарым қасымда бірге жүрген. Барсақ 5-еуміз болып кетейін деп тұрық. Дәл айтқаны енді анау тура сондай бір сиырмен шықты. Ол кезде сиырында аз ақша емес, сиыр деген масқара. 80 мың теңге деген тұржаман ақша етін ол кезде. Сиыр сатып құтылды ғой, сол оқтай кеп тұр ғой, мына сиырың ақшасы жетсе шығарамын, жетпесе кетесің деген. Есіктің аузына тұрып алып, мына жерде калитканың аузында. Қасымда бір бала болып қаладан келе жатқанда бір балалар шатасып, машинадан шатасып. Жаңағыдай жағдай болған. Атқан кеп балалар. Сонда енді біздің кінәміз жоқ, біздікіндей машина луфарик қап-қара. Сондай балаларға неғылған ғой ерегіскен, біздің де астымызда луфарик. Келіп ай жоқ, шай жоқ атып жатыр. Тура сол күні сол қалада келатқандай, балам қайдасың? Ауылдамын дей салдым. Шыныңды айтшы деді, ауылдамын папа. Ауылда болсаң ауылда бол деді. Тек қиын болып тұр ғой саған деді, жағдайың қиын болып тұр сенің деді. Аман есенсің ба деді, аман есенмін дедім. Болды, сол күні атылдық қой. Соны айтты, жарты сағат, 1 сағаттан кейін болды ана жағдай. Кейін айттым ғой өзіме, бірақ сол кезде осындай жағдай болып өтті. Алайда ақсақалдың бойындағы тылсым қасиеттер, ақындығы, өнерпаздығы оның асқақ тұлғасының бір қыры ғана болатын. Ол ел ісіне араласқан белсенді қайраткер, сөзі дуалы ақылман еді. Ауылдың тыныс тіршілігі, ағайынның бірлігі мен жастардың тәрбиесі, елдің әлеуметтік жағдайы, қарияның қаперінен бір сәтте шыққан емес. Кез келген түйткілді мәселеде жұрт оның әділ төрелігі мен парасатты кеңесіне жүгінетін. Оның ең басты, ең жарқын қасиеті шексіз жомарттығы еді. Қолашықтың жолашық деген қағиданы ұстанған қария өзінде барын өзгемен бөлісуден еш жалықпайтын. Оның мәрттігі тек материалдық дүниемен ғана өлшенбейтін. Ол айналасына мейірім мен жылулықты, үміт пен сенімді шашудан талмайтын. 2005 жылы кооператив болып, ұжым болып бөлініп осы ауыл сөйтіп ұжымға бөлінген. Сол кезде өзінің жаңа елді, сол халықты жақсы көргендігі ғой, сол анау өзінің жаңа пайына берілген мүліктер болды ғой сол кезде. Бізге осы мынау өзінің меншігіне берілген біздің Ақмын совхозының бұрынғы конторы дейді ғой енді, конторы. Союздың кезінде контор деп айтылатын. Сол контор сол кісінің өзінің жаңа пайына берген мүлігетін. Соны осы 2005 жылы бізде ауылда балабақша ашылды. Сол балабақшаға осы елдің, халықтың балалары барсын, осының рахатын көрсін, балалар сол балабақшаға барып сауатын ашсын деп, осы ел үшін сол мүлкінді берген. Өздеріңіздің алдында тұрған осы қазіргі балабақшамыз, Сымбат балабақшасы, бұрын совхоздың конторы болған.
кейін енді тоқырау заман болды, ел бөлінді. Сол кезде ауылымыз ұжым-ұжымға бөлінді. Сол кезде осы бір ауылдың өзі 200 ұжымға бөлініп кетті. Сол кезде осының жарты пайы жәдігер ұжымына бөлініп, жарты пайы осы Пәрімбек атамыздың ұжымына тиесілі болды. Осы ғимарат. Ауылдағы біраз ғимараттар сол кезде бұзылып, сатылып, сондай жағдай болады енді. Ауылда енді өте қиын жағдай болып жатты ғой енді. Жаңадан егемендігімізді алып жатқан жылдары. Кейін совхозымыз қайта құрылды. Сөйтіп қайтадан ел кішкене дамыды. Міне сөйтіп ел дамып келе жатқан кезде ауылға үкімет қайтадан балабақша соғылатын болды. Балабақша ашылу керек болды. Сол кезде дайын тұрған осы ғимаратты сатып алу көзделді. Сол кезде ол кісінің 2005 жылы, ұмытпасам, осы садик ашылған жылы дайын ғимаратты біздің бюджеттен, аудандық бюджеттен сатып алатын болды. Сол кезде енді жартысы ауылдағы бір кісіде болды. Жәдігер ұжымында жартысы осы Пәрімбек атамызға тиесілі еді. Сол кезде Пәрімбек атамыз осы елдің алдына шығып, кезінде енді қаржымыз шықса шыққанша сатып алуға. Ал енді ел болып, осы ауылымыз дамып жатқанда, мына бүлдіршіндер үшін біз осыны тегін берейік деп бюджетқа ешқандай сатпай, тегін осы ғимаратты ауылға берді. Міне соның нәтижесінде қазір осы біздің сымбат балабақшамыз ауылға 50 балаға арналған балабақша болып қызмет көрсетуде. Ауылым, ауылым балынып, сүйеді аймалап самалын, бала күнім өткен жер, бәрінен қымбат балалар. Сергек һәм қайраткер қарияның ішкі дүниесіндегі тылсым тербелістер уақыт өте өлең болып өріліп, ән болып қалықтай бастады. Бұл жай ғана әуес қойлық емес, көкірегі қазыналы қарияның жылдар бойы жиған асыл мұрасының сыртқа шығуы еді. Оның әрбір жырында туған жерге деген махаббат, өмірдің мәні мен терең пәлсапа жатты. Алғашында аймақ, ауыл өнерпаздарының репертуарынан орын алған бұл туындылар кейіннен республикалық сахналарға жол тартты. Бүгінде оның шығармаларын елімізге аты танымал майталман әншілері орындап, халықтың рухани қазынасына айналдырды. Өмір бақи бұл кісі кітапты өзген жоқ. Мына үй тола кітап, қалай болғанда да ылғи да кітап оқитын. Жаңағы өзінің аян берген арабшаны да өзін қолдан өзі оқыды ғой кең кездерде. Елдер мешітке барып, соған барғысы келіп еді, оған түсімде маған рұқсат бермеді деді. Маған рұқсат бермеді. Өзі мынандай қолмен көрсетіп, арабша жазуларды көрсетіп, сен осыдан үйренесің деп, сол арабша жазуды сол аян арқылы үйренді ол кісі. Сөйтіп өзі ылғи дәптерге жазып, өзі құрап, өзі үшін пенсияға шыққаннан кейін өмір бақи өзі кітаппенен асты. Әкемді елестеткенде, бірінші әкемнің сәждеде жатқан намаз оқып атқаны, одан кейін кітаптардың бәрін шашып тастап өзінің бөлмесінде ортасында сол қаламымен, ручкасымен алысып жатқан бейнесі келеді. Сонымен қатар еңбекшіл, өте еңбекқор, жаңағыдай жұмыстан шаршап келсе де қатты болмаса бір жол жүріп, жұмыстарымен онда қалаға барып келу, мына Қаратау орталыққа барып келу қазіргідей оңай емес болатын, көліктердің несінен. Сонда шаршап келсе де күннің ыстығы бар, күннің аязы бар, үйге келе сала киімін шешіп бірден дәрет құманына жүгіретін. Әуелі намазымды оқып алып барып рахаттанып шай ішемін, мен оған дейін аспатпайды дейтін бұл. Сондай-ақ әкем 8 қырлы, бір сырлы жан кім десе мен ойланбастан әкемді айтар едім. Әкемнің жақсылықтары, үлгі аларлық қасиеттері өте көп, оны мен айтып жеткізе алмаймын. Ең алғаш мектепке барғанда маған мұғалімдер енді әріп үйретіп, жаңағыдай қалам ұстауды үйреткенде, сабақтан келгенде ол кісі маған бөлек басқаша сабақ өтетін. Әріптерді салуды, ең алғаш қалай әдемі жазуды, маржандай етіп жазуды үйреткен әкем болатын бірінші. Мен өзі мектепке бармай тұрып, жаңа әкемнің сол қағаздардың ішінде отқанның әсері шығар, мен өзім ол кезде жазуды да жаза алатынмын, мектепке бармай домбырада тартатынмын. Өйткені көзімізді ашқанда сол жаңа әкеміздің сондай нелері бойымызға сіңіп өсті ғой деймін. Сосын ол кісі енді дін жолында болды ғой, көбінесе Құран нелерді, кітаптарды оқып, діни сауатты кісі еді өте. Сондағы сүрелерді әкемнің дауыс шығарып оқу арқылы ғана жаттап алғам ғой.
маған сондай сол кездер өте ыстық. Қандай тақырыпта болсын, қандай әңгімеде болсын, қандай кеңес сұрасаң да тереңінен маржанын сүзіп алып беретін қасиеті мықты етін жарықтық. Тапқырлығы, ойының шұқырлығы, мектепте жаңағыдай бір нәрсе шығармалар жазу керек болса, өлең жазу керек болса, папамнан сұраймын, әкемнен. Дереу бір пәсте күшті қылып, керемет қылып жазып беретін. Сөйтіп жүріп шыны керек, сол балаларының ішінде енді кереметтей болмаса да, кішкене сол қасиеті, ақындық қасиеті кішкене маған дарыпты. Пенсияға сол қыздарды оқытқан кезде жаңағы бір қыз әншілікте оқыды дедім ғой. Сол қыз колледжде қоғамдық жұмыстарға қатысады ғой, оқушылар. Содан өлең айтайын десе, менікі дейді екен, менікі әрі қайсы егеленіп алған ғой, қазір егеленген заман ғой бәрі. Содан үйге келдім, мен ешқандай өлең болмады, маған бәрінің өзінің егесі бар екен деді. Сол кезде саған өлең керек болса мен шығарып берейін деп, о баста барып болғанымен, бірақ ол кісі өлеңменен айналысқан жоқ. Сол пенсияға шыққан кезде ғана жаңа қыз солай айтқан соң, сол жерде қалада тұрып, сол өлеңмен айналысты. Сен ғана көңіл жұбата, сен ғана мені қуанта, сен ғана жалғыз, сен ғана жалғыз, сен ғана. Үйде боламыз, бірге отырып қаламыз, сонан жатады өзі. Шай ішіп болғаннан кейін, тамақ ішіп болғаннан кейін бүйтіп жатады да, ауыз жыбырлап, ыңылдап жатады да, атып тұрады да, ұрышқанмен нем қайда дейді, кетіретін. Сөйтіп алады да, жаңағы ойына келген шағып келеді, соны жазып шығады. Бір жазған кезде еще бүйтіп жазды, кішкене жазып қоя қоймайды, бір куплет деген до конца ғой, ананы алып шығады. Сонымен бір 2-3 күн арпалысады, ана біткенше. Ол кезде ештеңеге қарамайды. Мына жерде бала шулап жатыр ма, немерелер өзі бар ғой уже. Кісіге, енді кісі болғанда қалай, соседтер нелер келіп жатыр ма, или балдары келіп жатыр ма, ештеңеге қарамайды. Сол нәрсемен балады ғой. Арасында енді көңіл болып қояды былай. Бірақ ойдың бәрі неқта тұрады ғой, мидың бәрі. Мен өзім әйтеуір ес білгелі, қолында домбырасы үзілген жоқ, мандаринда тартатын. Кейін жаңағы бала қайтыс болғаннан кейін бастап, өзінің 14 жасар баласы қайтыс болғаннан бастап ән жаза бастаған. Содан ақындықпен ары қарай кете берді ол кісі. 4 ағам, 2 інім болды, солардың арасындағы мен жалғыз бірінші қыз болдым. Өте мені не істеді жаңағы қорғап, қолпаштап, осы күнге дейін осы жасыма дейін Гүлдара деп сол үшін қойған есімімді. Кезінде айтатынмын, жас кезімде, бала кезімде Гүлдара деп ешкімде жоқ атты неге қоясыз папа деп ше. Сөйтсем айтады, сен гүл болып, осы балалардың ішінде дара ерекше деп сондай немен мақсатпен қойғам деп ше. Содан қазір енді маған қатты ұнайды өзім есімім. Ақындық, анау сөзге шешендік ондай қасиеттер дарымапты маған. Бірақ енді домбыра тарта аламын. Үйірмеге бір өнер несіне қатысып емес, өзім еркіммен 2 классынан бастап тыңғырлатып тартып кеттім өзім. Ешкім үйреткен жоқ маған. Тарлы қоғамдық мүшесіне айналып, сертификатын алды. Өзі бір жігітті тапты сол жерден. Сол жігіт әннің бәрін өзі шығарады ғой. Сөзді өзі шығарады, әнді өзі шығарады. Бірақ сол кісі басып шығарады жаңағы музыкасын қосып. Сол кісі апарды Алматыға. Сол Таразда тұрғанымызда баянви жігіттер, студенттер келіп өлеңін алып кететін. Ол кісі өлең сатқан жоқ. Келеді, сұрайды, береді, әніменен айтып, соны алып кетеді. Ол балалар өздері шығарып алады, музыкасын апарып жаздырады. Бәрін береді ғой, музыкасын да бәрін береді. Соны ол балалар өздері орындап жүрді. Баянви дейді да, баянви жігіттер келіп орындап жүрді. Жалғастырған күдікті қуанышпен алмастырған иіліп алғаш сәлем бермеген жас келін құтты болсын ақ босаған аяулы келін жанау
жұбыңнан бөлінбеген, әдепті үйренуден ерінбеген. Мен бұл әулетке 19 жасында келін болып келдім. Екінші курста оқитын кезім еді. Сол келген кездегі бұл кісіні жылы қабақ танытып, өзінің қызындай қабылдайды атам мен апам. Мен Слауылдың қызымын, тумасымын. Мен келін деп қабылдаған да жоқ, келін ретінде бұл жұмсаған да жоқ. Жоғары шық, кел. Өмір бақи біз қалада тұрдық. Жоғары шық балам деп солай сөйлейтін. Екіншіден ол кісінің адамгершілігі, шынайы сөйлеуі, бетке тік айтуы, бір сөйлеу, екі жүзді болмауды, тік айтып, таза жүріп, таза өмір сүруді. Шынайылық өмір болды. Балаларына дұрыс тәрбие беруі, әйелдерді құрметтіңдер. Ең бірінші байлық ол мынау отан семьядан басталады. Семьяда тыныш па, семьяда береке бар ма, ол адам барлық жерді басқара алады. Мен құлағымда қалған сөз ол семьяң тыныш па, семьяң бақытты ма, сен әрдайым жетістікке жетесің. Ол кісінің әрбір істеген ісін еске алып отырам, осы күндері айтқан сөздерін еске алып отырам. Рас енді қимастық болады. Өйткені ол кісі маған жастайынан түскен кезінде әрі әке ретінде, апам ана ретінде болғандықтан сондай бір жақсы жақтардың бәрі әлі күнге дейін есімде. Ол күні ұмыту мүмкін емес деп ойлаймын. Иә, парасат иесін ұмыту еш мүмкін емес. Соңғы жылдары дерт меңдеп, тәні сыр берсе де, оның асқақ рухы еш мойымады. Өлімнің ақиқат екенін білетін дана қария, соңғы деміне дейін парасатынан танбады. Ақсақал, фәнидің соңын, ғайыптың басын үлкен бір сабырмен, ішкі тыныштықпен қарсы алды. Ауырып жатса да, қасына келген ағайынға басу айтып, соңғы өсиетін батасын беріп жатты. Оның жүзінде мұң емес, атқарған игі істерінің ризашылығымен, келер ұрпаққа деген сенімнің нұры ойнайтын. Ол соңғы сәттерді, ұзақ сапардың бастауы, мәңгілікпен қауышудың бір белесі деп білді. Өмірден кетер кезінде соңғы 2 күн қалғанда сәл орнынан тұруы қиындап қалды. Соңғы 2 күнде сол кезде қасында өзім болдым 2 күн. Бір күн болдым, түнедім, ертесіне уже кетті. Сол кезде қасында жатып, жаңағы отым, ақылым, соныма тәте деймін, әке деген емес, мен тәте дейдім. Кейін сол кездерде енді айтқан шығармын әке. Маған не айтып кетесіз? Қандай айтатын сөздеріңіз бар, айтып кетіңіз, айтыңыз дедім ғой жаңа. Сол кезде саған не айтам, менің саған қалдырғаным ақылым. Соның бәрін ұмытпа, соның кейін мынау елмен сыйласып сөйлесуді, соның кейін мынау бауырларыңды сыйла, бауырларыңмен жақсы бол деп сондай ақыл айтып кетті енді. Жаңағы аурумен ауырғанын білдік дағы, біз енді шыр құрдық қой енді бала шағасы енді не істейміз, қалай қыламыз, ана жаққа шықтық, не жаққа шықтық. Осы жерде бір врач жігіт бар еді, соған анализін көрсетем ғой, не істеуге болады деп. Бұған енді ештеңе істемейміз, ол уже болып болған екен, өтін операция жасап алдырған жақсы, хотя бы 2-3 ай өмір сүреді деді да. Соны әкеммен хабарластым. Папа осындай, врач бар, осындай айтып тұр, қалай қаласыз деп. Балам деді, сен маған мынаны айтшы деді, сен одан сұрашы деді. Мен оны жасаған кезде жазылып жақсы болып кеткен ба, или әшейін уақыт созу үшін ба деді. Бірақ мен оға дейін сөйлесіп қойғам ғой. Хорошо, қазір сұрайын деп өшірдім да, бір 5-10 минуттан кейін қайтып звондадым ғой. Папа, ол енді уақытша нәрсе екен деді. Сол кезде айтқан, балам деді, ештеңеге әуре болмаңдар деді. Ештеңеге бүтін кетейін деді. Ана жаққа бүтін барайын, денемді кескізіп, неғылам мен, таза кетейін. Төсекте әңгіме айтып жатыр, сол аяғы кішкене іскен ғой енді, табаны, топқа дейін. Сол аяғына массаж жасап отырғам. Балам, ісік қай жерге шейін кепті деді.
толықтан сәл асып тұр екен дедім. Енді сираққа жеткенше сол болады деді. Ол сираққа дейін істеді енді. Ары қарай бармайды деді. Мен сол өзі барып түсіндім ғой. Әкем баяғыда өзі біліп қойғандығын. Енді ер азаматтың қандай болу керек екенін сол әкемнің өмірден өтетін кезде сезіндім мен шыны керекше. Өз-өзін ұстау, сабырлыққа шақыру, соны қарсы алу. Ана келе жатқан дүниені адам енді өзіңіз ойлаңызшы, өлімді қарсы алу оңай емес. Қараталдың өзіндік тарихы бар. Бұл Қараталдың түбінде менің әкем дүниеге келген екен, өзінің айтуынша. Осы Қараталдың түбінде дүниеге келгем, осы Қараталдың түбінен кетейін, киіз үйді осы талдың түбіне құр, есігін көшеге қаратып құр. Келген адамды қарап атайын деп. Ол кісінің енді өзінің Құдай берген, Алла берген қасиеті бар. Өзі ауырып отқаннан кейін қай кезде қайтыс болатынын да білді ма? Өзі қайтыс болмай тұрып осы әңгімесін айтқан. Осы талдың түбінде келгенмін, осы талдың түбінен кетейін деп. Сөйтіп осы жерге құрғанбыз міне. Сол өзі кетіп бара жатса да жаңағы екінші бала қасында болды. Сонда бәрін айтып жатты ғой, мына жерме келді, мына жерме келді, мына жерге келді деп бәрін. Өзі ол жерде көзі жұмылар кезде тілі намады сөйлемеді, бірақ бәрін ымбармен былай көрсетіп отырды, былай деп. Сөйтіп кетті, сол кезде бәрін біліп кетті. Мынау әкенің күші, көзге көрінбейтін күш бар әкеде. Көзге көрінбейтін бір леп бар, тіреп тұратын арқанға. Мен сол лепті, сол сезімді, сонда әкем қайтыс болып, жер қойнауына тапсырып, біз үйге келдік қой, енді бәрі кетті, елдер сонда шешеме айтып кетті, бірақ бізге айтпаған ғой, шешеме ғана айтыпты. Мені жер бойына тапсырып келгеннен кейін, жаңа бәрі өтіп болғаннан кейін, балаларға айт, әрқайсысы өз үйіне кетсін, өз отанына, 40-ға дейін, мына жерде жүріп қалмасын деп айтты деп шешеміз сол жерде айтты. Әкелерім осыны айтып кетті маған, осы бір сөзді айтты деді. Сонымен кеттік, қайттық, бәріміз үйге келдік. Сонда үйге не қылым ойда, балконға шығып тұрмы ғой. Жоқ та жаңа күш. Оға дейін ол болды. Әкемді жерге, жер қойнауына тапсырғанға дейін жаңа Ағамыз ұстап тұрған бұндай күш. Енді қай бір қасиетін айта береміз, қасиеті керемет еді ғой. Керемет әке болды шыны керек. Барлығын көрсетті. Әке, оянған сенен үмітпін, қадіріңді шын ұқтым. Арнадың маған барыңды, жаурасам жақтың жаныңды, кеудеңе бастың, жылыттың. Әкең тірі кезде арқаңнан бір тылсым күш демеп, асқар таудай тіреп тұрғандай сезінесің. Я рас, ол барда ешқандай дауылдан қорықпайсың, ешқандай қиындықтан жасқанбайсың. Алайда сол асқар тау құлап, сол ұлы күш кеткенде, өмірдің аязы арқаңды қари бастайды. Бірақ ақсақал өзімен бірге бәрін алып кеткен жоқ. Ол артына өшпес рух пен сарқылмас қазына қалдырды. Ол ұрпақтарына тылсым дүние болып көмекке келеді. Бүгінде ұрпақтары сол кісінің бойына сіңірген асыл қасиеттерінен, айтқан ақыл кеңестерінен және соңына қалдырған өнегелі істерінен рухани қуат алады. Тән кетсе де асылдың сынығындай болған сол рух ешқашан жаннан кетпейді. Ақсақалдың өнегелі өмірімен салып кеткен соқпағы бүгін үлкен даңғылға айналып, адалдық деген адамдық деп жаңғырып, келер күнге бағыт сілтеп тұрғандай. Пәрімбек ақсақал осылайша өмір сүрудің ғана емес, өмірден парасатты өтудің де үлгісін көрсетіп кетті. Қазыналы жан артына өлмейтін сөз, игілікті істер, өшпейтін ән және нұрлы естелік қалдырып
мәңгілік мекеніне аттанды. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын ақсақал.